Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бірінші видеоны көрмей тұрып, қызыл батырманы басып, каналыма тіркеле отырыңыз. Сіздерге бүгін чакшука тағамының жасалу рецептін ұсынамын. Өте дәмді болады бұл тағам. Алдымен бізге қызанақ, тәтті бұрыш, пияз, чеснок және басты жұмыртқа қажет. Барлығын кубиктап турап аламыз. Чеснокты теркадан өткізсеңіз де болады, мен ұсақтап турадым. Одан кейін тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Қызанақты осылай екіге бөліп, тек суын шығарамыз, қабығын қоспаймыз. Енді қызып тұрған майға шет-шетінен көкөністерімізді салып, қуырып аламыз. Бұл негізі таңғы асқа ер адамдарға қатты ұнайтын тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер. Қызыл перец, чеснок барлығын қосып қуырып, ең соңына таман теркадан өткізілген помидорымызды қосамыз. Сол кезде бізде су шығады кәдімгідей. Үстіне сәл ғана томат қосып, тағы да қуырамыз. Сәл-сәл қант қостым, помидордың аштылығын сәл басу үшін, және дәміне қарай тұз қостым. Және жұмыртқаларымызды осылай жарып, араластырмай, бетін жауып, бұқтырып пісіреміз. Яғни отымыз өте баяу болу қажет. Жасап көріңіздер, Израиль асханасынан болады чакшука тағамы. Жұмыртқаны салғаннан кейін міндетті түрде тұз себіңіздер бетіне. Одан кейін бетін жауып, орташа отта 5-7 минутқа қалдырамыз. Мына осылай болып шықты. Енді бетіне неше түрлі дәмдеуіштер сеуіп, ас көктер қоссаңыздар болады. Мен кептірілген укропты осылай қостым. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деп сенем.